Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен бүгін сапалы өнімді әзірлеу және QA дегеніміз не деген тақырыпта баяндайтын боламын. Ең алдымен өзімді таныстырып өтсем, мен Қазақ ұлттық университетінде 2018 жылы есептеу техникасы мамандығын бакалаврын бітірдім. 2020 жылы ақпараттық қауіпсіздік жүйелері атты мамандықтың магистратурасын бітірдім. Бір жылдай болып қалды Альфа-банкте тестілеу маманы қызметін атқарып келе жатқаныма. Бәрі айтып жатыр ғой, бұл қалай келдім, бұл сфераға, бұл жұмысты қалай жасап жүрмеңіз. Мен де кішігірім айтып өтейін. Мен енді барлығы IT саласына қатысты мамандықтарды оқыдым ғой. Мен өзіме іздедім, не жасасам болады деп. Барлық тілді көрдім, бастамасын бүкіл тілді ашып көрдім. Телефондарға да, мысалы iOS-да көрдім, Android-да көрдім. Бірақ маған тек қана код жазған қызық болған жоқ. Басқа да бір дайын нәрсе менде қолдану керек болды. Тағдырдың өзі ақ келеді деген осы тестілеу маманы болдым. Бүгін осы тестілеу туралы айтамын. Сапалы өнімді әзірлеу және QA деген екі тақырыпты алдым. Қазір сіздерге әлі түсініксіздеу болуы мүмкін. Ең алдымен сапа туралы айтатын болсақ, кез келген біздің жасайтын бағдарламамызда сапа деген нәрсе болады. Мұнда мен слайдта тек қандай халықаралық стандарттар бойынша анықтамасын көрсеттім. Бірақ айтатын болсақ, біз жасайтын өнім, жасайтын бағдарламада бір талаптарға, бір требованияларға сай болу керек. Ол требованияларда айтылған, көрсетілген пункттардың бәрін орындау керек. Және осындай сол қажетті деген қажетті болған заттарды орындайтын мүмкіндігі жақсы болу, ол сапаға тікелей байланысты болады. Сапа туралы айтсақ, ол мысалы бағдарламалық қамтаманың, бағдарламалық жасақтаманың сапасының негізгі сапа деңгейін көрсеткіштігі бұл функционалдылық, пайдалану ыңғайлылығы, жетілдіру ыңғайлылығы, сенімділік, тиімділік және тасымалдау мүмкіндігі болып табылады. Бұларды жекешелеп айтатын болсақ, функционалдылық деген сол талаптарда көрсетілгендей барлық функционалдықты оның толықтай болуы, ол жерде оның қауіпсіздігі, оның дұрыс жұмыс жасауы кіреді. Сенімділік, бұл сенімділік дегені осы өнімді біз сенімді бола білу керекпіз, оның жұмыс жасауына, оның ешқашан құлап қалмайтынына, сынып қалмайтынына. Одан кейін пайдаланудың ыңғайлылығы, бұл дегеніміз ол біздің жасайтын өнім ыңғайлы болу керек, қолдануға және оны түсінуге, оңай пайдалануға. Тиімділік деген біз бұл жерде уақытты және ресурстарды тиімді пайдалана білуді көрсетеді. Жетілдірілу ыңғайлылығы, бұл деген біз жасаған өніміміз кез келген уақытта оны өзгертіп, оның үстіне дамытулар жасай алуымыз керек. Және тасымалдау мүмкіндігі деген ол біздегі продукт, мысалы бір жерге ол установка жасау керек, мысалы ол оңай установка жасалынатын болу керек. Екінші, ол сол жердегі устройстволардың мысалы мүмкіншілігіне сай болу керек, барлық құрылғыларда ашыла білу керек дейміз. Және осы бағдарламалық жасақтаманың сапасын арттыру үшін қолданылатын қазіргі осы жоба әзірлеу барысында тестілеудің алатын орны өте ерекше. Өйткені мысалы мына слайдта көрсетілгендей бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу циклін көрсетілген. Бұл циклді бәріміз білетіндей бірінші талдаудан басталынады. Талдаудан кейін спецификация. Бұл спецификация деген жерде бұл требованиялар, жаңағы айтылып өткен бүкіл документациялар болады. Ол жерде олар шешіледі, не жасайтынын, қалай жасалынатынын. Одан кейін дизайн, жаңа айтып кеткендей UX, UI дизайнерлер өздерінің дизайндарын, жобаның қалай болатынын барын, визуалды жағынан, архитектура жағынан барлығын жасалынады. Одан кейін әзірлеу, яғни кодтау, разработчиктер өзі қай құрылғыға, қандай, мысалы вебкема, ол мобильный ма, соның бәріне кодтау жүреді. Кодтау бітіп, өнім дайын болдау деген кезде осы тестілеуге кірісіледі. Тестілеу барысында бүкіл сол өнімді бар жағынан тестілейміз. Қазір толықтаған өтемін оны. Одан кейін ғана ол жүзеге асыруға, яғни внедрение дейді ғой, уже халыққа, бойға, продқа шығарамыз. Көріп отырғанымыздай тестілеу деген ең соңында орындалады. Ең соңында орындалғанымен өте маңызды этаптарының бірі болып табылады.
жалпы тестілеу дегеніміз не? Тестілеу дегеніміз ол бағдарламалық жасақтаманың нақты және күтілетін әрекеттер арасындағы сәйкестікті тексеру. Мысалы, сұрақ туындауы мүмкін, нақты және күтілетін әрекет деген не деген? Бұл жерде айтып өту керек, күтілетін әрекет деген, мысалы бізде бір кнопка бар, сол кнопканы басқан кезде ол бір қандай да бір әрекетті жасау керек. Мысалы, екінші бір бет ашылу керек. Бізде күтілетін әрекет ол кнопканы басқан кезде екінші бет ашылды. Ал нақты әрекет дегеніміз ол сол кнопканы басса, мысалы, ашылмай қалуы мүмкін. Значит, екеуі сай ма, сай емес па? Если сай емес болатын болса, онда бізде тест құлайды, біздің өніміміз сапасыз деген сөз. Ал егер сәйкес келетін болса, онда өнім сапалы деп айтуға болады. Тестілеудің негізгі мақсаты. Тестілеудің мақсаты бұл маңызды қателіктерді мүмкіндігінше ертерек табу, одан кейін өнім сапасын арттыру, одан кейін ол сапаға байланысты шығындарды азайту. Шығындар дейтін болсақ, өнім, мысалы, өнімдер неше түрлі өнім бар, мысалы, өте кең көлемді қаражатты талап етеді, мысалы, әртүрлі өзінің объемына қарай әртүрлі болады ғой, бірақ сол жерде қателер болатын болса, қатенің этап, мысалы, разработканың этабы өскен сайын, уақыт өткен сайын қатенің құны жоғарыла береді. Мысалы, қарап отқанымызда development деп тұр. Бірінші, бұл development деген яғни жаңа кодтау кезінде табылған қателер енді оңай және көп ақшаны талап етпейді. Одан кейін unit тест, қазір айтып өтем, QA, мысалы, міне үшінші тұрған QA, бұл енді бір тексерушікті, мысалы, жаңа тестілеуіш маманын алып, мысалы, оған ақша төлеу, мысалы, біреулерге бұл неғылым тиімсіз болуы мүмкін да. Бірақ сонда да оған ақша төлегенмен, ол ертеңгі қолданыстағы бағдарламаға жөндегенге кеткеннен гөрі, осы жерде осы QA кезінде табылған ол ыңғайлы болып табылады, тиімді ақша шығым азаяды. Енді жаңағы тестілеуді QA, QC, тестинг деген үш ұғым бар. Тестілеу, тестинг, жай тестілеу, бұл сынақ жағдайларын тексеру және ақауларды оқшаулау деген ең төменгі деңгей. Бұған аса бір маңызды IT саласында, бір басқа саласында білім қажет етпейді. Сол үшін көп тестілеу мамандарын тестировщик десең, ренжитіні бар негізі. Осы жерден ренжиді. Өйткені бұл деген енді кнопканы басып, не шықты оны көру ешкімге қиын емес қой, кез келген адам десе алады. Одан кейін ол сәл күрделене түседі. Бұл деген quality control, бұл дегеніміз сапаны басқару. Яғни бұл мамандар, жалпы бұл сфера тест жасалынады, тест жасалғаннан кейін сол тесттің нәтижесінен ондан бір шешім шығара білу, оны қалай өзгертуге болады, сол жағын бұлар басқарып отырады, толықтай қарап. Одан кейін бізге келетін QA деген quality assurance деп аталады, бұл деген сапа кепілдігі. Уже бұл өте глобалды мәселелерді шешіледі уже бұл жерде. Бұл жерде ол тестілеуде болады, тестілеуді басқаруда болады, оның арғай дамыту, ол қателіктерді қалай шешу жолдары, соның бәрін қарастырылады. Ана келесі слайдта көргеніміздей, жай тестілеу деген бір кішкентай ғана бөлімі болып қалды да бұның ішінде. Ал жалпысы осы QA-ның ішіне осының бәрі кіреді. Сол себепті тестілеу мамандарын QA инженер деп атау дұрысырақ болады да. Так, мына жерде енді келесі слайдта біз осы тестілеу маманының бағдарлама құру командасындағы рөлі, сол жердегі орны туралы айтып өтейін. Негізгі бірнеше методологиялар бар, мысалы командалық, мысалы жоба әзірлеуде. Мынау өте бұрыннан келе жатқан дәстүрлі waterfall, яғни сарқырама деймін, водопад методологиясы. Бұл жерде ең алғаш көргенімізде ол требованиялар және спецификацияларды бірінші анықталады. Одан кейін дизайн, бұлар бір этаппен бөлек, біреу бітеді полный, потом дизайнға көшеді. Дизайннан кейін кодтау басталады, ол полный дайын болды деген кезде тестке жібереді. Бұл тестингте бұл полный QA айналысады мен тестингпен. Тестингте мысалы құлайтын болса, олар енді дизайнға қайтадан жібермейді, уже тек қана артқы шаг кодингке жібереді. Осылай ең соңында релизге, яғни релизбен қолдауда поддержкаға жібереді, уже дайын өнім пайда болады. Ал екінші, қазір самый актуальный деп айтсақ болады, agile методологиясы. Ол agile-дің ішінде бірнеше нелері бар, енді фреймворктары бар, мысалы Scrum, Kanban, өткенде сіздерде көріп қалдым бір сондай внедрение жасайын деп жатсыздар. Сол мысалы бұл жерде де тесттің рөлі өте зор. Мысалы ең алғаш бұл методологияда план болады.
план бір белгілі бір спринтқа, мысалы 2 аптадан 4 аптаға дейін уақытта мысалы спринтке план алынады. Ол планда дизайн жасалынады. Дизайннан кейін оны әзірлеумен айналысады. Одан кейін қайтадан тестинг келеді. Тестингте жаңа тексеріліп, жобаның сол спринтке алынған задачалар тексеріледі. Одан кейін ары деплой, потом ревьюға кетеді. Ревью енді көрсетеді. Солай қайталанып отырады, бірақ сонда да ең соңғы, ең маңызды этаптардың бірі тестілеу болып тұрады. Міне тестілеу маманы жаңа командаларды айтып өттік қой. Командада мысалы әртүрлі өзінің бірнеше рөлдері бар ғой. Мысалы жаңа agile методологиясын алатын болсақ, ода продукт менеджер демейді, уже продукт оунер дейді да, яғни продукт оунері болады, оның системный және бизнес аналитиктері болады, одан кейін UX, UI дизайнерлері болады. Сонымен қатар тестілеу мамандары болады. Тестілеу мамандарының енді бір тестілеу тобы болады, енді бір компанияларда әртүрлі жерде әртүрлі. Тестілеу тобының жетекшісі болу керек. Бұл жетекші деген барлық жаңа QA саласының жұмысшыларына өзінің бағыт бағдарын беріп отырады. Ол жердегі жаңағы жаңағы проекттегі қандай бір басқару пландарын көрсетеді. Ол жерде басқару матрицалары, тестілеудің кестелері, және де жасалынған тесттердің бәрін енді отчетность дейді, ондай есебін беріп отыру жұмыстарын атқарады. Ал нағыз тестілеуші, QA инженер деп айтсақ болады. Бұның мысалы мына сайтта көрсетілгендей, осынша шақты түрлі құжаттармен жұмыс істейді. Бұл жерде әр құжаттың өзін бөлек-бөлек алып қарастыруға болады. Атап өтетін болсақ, мысалы бұл жерде тест план деген бар. Тест план деген яғни тестілеу жоспары, бұл жерде не істеу керектігі жазылады. Просто мынаны жасау керек, мынандай нәрсе бір этаптармен. Ал келесі ол тест кейс. Тест кейс дегеніміз әрбір функционалға бөлек-бөлек каждый шаг, каждый элемент, каждый метод не істеу керек, одан қандай жауап күтілу керек екенін барлығын осы жерде жазылады. Содан тестілеу жүреді одан ары қарай. Тестілеудің түрлері, бұл жерде жаңа енді тестілеу деген тек қана кнопканы басып күту емес та, бұл жерде анығырақ, толығырақ түсіндіріп кетейін. Тестілеудің негізгі 4 түрін көрсеттім бұл жерде. Бірінші функционалды тестілеу, екінші ол модульді тестілеу, үшінші ол өнімділікті тестілеу, төртінші регрессиялық тестілеу. Ал әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, функционалды тексеру дегеніміз ол бағдарламадағы барлық функционалдың дұрыс жұмыс жасап тұрған тексеру. Мысалы бұл көбінесе қолмен жасалынады да, бұл бәрін кіріп көреді, ашып көреді, нелер арқылы мысалы API-ларға да бөлек-бөлек тексереді, мысалы солай жасалынады. Екіншісі ол юнит тестинг деп аталады. Бұл жаңағы модульді тексеру, әрбір модуль бөлек-бөлек өзі код жазасың, сол тестілеуге арналған код жазылады, бөлек-бөлек модульді өзі тексеріп шығады. Процедуралық уровеньде болады ол. Одан кейін ол performance testing, бұл деген жаңағы біздің жаңағы проектіміздің жүктеме жасайды. Мысалы нагрузочный тест деген осы жерде болады, стресс тест деген болады. Ол мысалы бір уақытта миллион пользователь жаңағы қолданса қалай өзін көрсетеді, сол тест. Одан кейін регресс тест. Регресс тест деген бұл өте андай келесің көрсең, өте андай ұзақ уақыт алады да. Ол регресс тест деген былай. Мысалы біз проект дайындап жатырмыз, мысалы бір 2 жыл жұмыс жасадық. Енді бізге новый бір функционал, новый фича қосу керек та ол жерге. Новый фичаны қосамыз, қосқаннан кейін бұл фича анау алдыңғы кодты бір жерінен задевать етіп кетуі мүмкін ғой, бір жерін құртып жіберуі. Соны тексеру керек. Бірақ жаңағы тексеріп шығу 2 жылдық мысалы проект болатын болса, мысалы 4 сағат уақыт алуы мүмкін, мысалы бәрін басып ішіне кіріп отырып тексеру. Ал оны сол нәрсенің бәрін жылдамдату үшін, жаңағы қателіктердің мысалы бар болса анықтау үшін осы жерде автоматтандырылған тест қолданады. Бұны регресс деп атайды. Менің жалпы қазіргі өзімнің жұмыс салам осы автоматтандырылған тестке байланысты. Мен автотестті жазам, соны жаңа басында айтып өткендей, и код жазам, и дайын продукт тексерем. Автотесттерді негізгі қолданудың бірнеше автотесттің өзінің бір артықшылықтары бар. Бұл жерде бір жазып қоясың кодты, сол жазып қойған кодың сен ешқашан өзгермейді, ол қайталанып тексеріліп отыра береді. Мысалы, енді адам тексеретін болса, ұмытып кетуі мүмкін, мысалы, бір-екі этап тастап кетуі мүмкін, соңында мысалы шығатын результаттарды шатастырып алуы мүмкін. Ал код жазылып қоятын болса, ол ешқашан қателеспейді. Одан кейін екіншісі ол жылдам орындалады. Мысалы, өзімнің практикамда айтайын, мысалы, біз жұмыста бір продуктта мысалы қолмен жасайтын болсаң 10 минут уақыт кетеді. Ал менің автотесттерім оны 1,5-2 минутта жасап шығады мысалы. Келесі бұл
шығындары аз, яғни шығындары аз дегеніміз, скрипт жазып болғаннан кейін енді ол басынан қайтадан жаза бермейсің бір нәрсеге скриптті уже. Соң дайын кодты қолданып отырасың. Және осы мысалы автотест жазатын адам мысалы жаңа қолмен тестілеушіге беріп қойса, ол өзі де жасап отыра бере алады. Одан кейін бұл жерде мысалы әр жасалынған тесттен кейін өзі автоматтандырылып, оны да автоматтандырып қоюға болады, сразу отчет шығарып, сол отчетты көруге документ түрінде. Одан кейін ол қазір айтамын. Араласусыз орындау деген, яғни былай, мысалы тесттерді кез келген жаңағы жазылып болған автотестті түнде де жіберуге болады, мысалы орындалуға, күндізде қалаған уақытында, бос уақытында жіберіп қоюға болады. Және де мысалы жіберіп қойып, өзің басқа іспен айналыссаң да болады да, мысалы, барып бір жерге барып келесің ба, сол сияқты. Бірақ енді әрине қарап отыру керек, кез келген уақытта сынып қалуы мүмкін бір жерден. Так, және жаңа кім Шнальдің сұрағына жауап берейін. Мен бұл әрқайсысының өзінің жасайтын нелері бар. Бағдарламалық тілдері, өзінің программалары бар. Мысалы, мынау перформанс деген тесттер көптеген инструменттері болады да. Мысалы, Gmeter деген, K6 деген өзі нагрузочный тест жасайтын бағдарламалар бар. Ал жаңа регресс тест, автотесттерді Java тілінде, Java'да, PHP'де и Python'да жазуға болады. Мен өзім Java'да Selenium деген библиотека бар, сонымен жасаймын. Так, келесі енді бір статистика болсын, сіздерге Қазақстанда осы тестілеуді жалпы қолдан енді келе жатыр. Бізде бұл жаңа мамандық, жаңа бір сфера ретінде келе жатыр. Өйткені біздің Қазақстанда енді бүкіл бұрында былай онлайнға көшіп жатыр да. Бұрынғы ескі мысалы бизнес болсын, не болсын, бәрі онлайн қылып, барлық өзінің продукттарын онлайн шығарғысы келеді. Сол себепті бізде тестілеу енді келіп жатыр. Қазақстанда атап айтатын болсақ, екі мекеме осы жағынан жақсы жұмыс істеп жатыр қазір. Ол Альфа банк пен Колеса групп. Енді Каспий KZ-ті білмеймін, сапалы өнім шығарып жатыр. Енді олар монополия болғаннан кейін олар туралы ақпарат деген өте қиын. Мысалы айтып өтетін болсақ, Колеса групп деген біздің былайша айтқанда мойындау керек, Қазақстанда ең мықты осы тестированием болса. Осы тестілеу саласында ең мықтысы Колеса групп. Одан кейін келесі слайдта бұл жерде 2020 жылғы Қазақстандағы тестілеу мамандарының жалақысы көрсетілген. Бұл жерде де кәдімгі разработчиктердегі сияқты junior, middle және senior деп бөлінеді. Қарап отырғанымыздай бұл жерде разработчиктердің былайша айтқанда кем емес та, айлығы да. Сол енді сіздерге так енді жобаларыңыз ары қарай дамытқан сайын тестілеуші маман қажет болады деп ойлаймын. Енді өздеріңіз қарай жатасыздар. Мен осымен тамамдайын. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Көп разработка мысалы біздегі сайттарға код жазамыз деп тестировать. Оған ол тоже жазыла ма или? Код Java'да жазылады да код. Мынандай не емес, фронттың коды емес та, бірақ фронтта элементтер болады каждый. Мен мысалы өзім отырам, нені ашып қоям, просмотр кодан ашып қоям, каждый элементті іздеп, дом элементтерді іздеп табам, сол элементтерді көрсетем. И код жазылып бітеді, нені басу керек, нені қай жерге кіру керек, қандай текст жазу керек, соның бәрін көзін көрсетіп қоям. Браузерге байланыстырып қоям. Ол мысалы, неме ол Mozilla Firefox болуы мүмкін, мысалы Google Chrome болуы мүмкін. Енді соның бәрін жазып біткеннен кейін play деген кнопканы басқан кезде өзі кіріп, өзі бүкіл данныйларды толтырып, өзі келесі страницаларға өтіп, өзі тексеріп, ақпараттарды жүктеп, немесе ол жаққа салып, соның бәрін атқарып шығады бізге керек деген нәрсе бәрін. Сұрағым бар. Осы тестілеуді үйрену үшін жас жаңағы енді үйреніп жатқан мамандарға қаншалықты мүмкіндік бар? Мысалы, Oracle-ды үйрену үшін сатып алу керек деген сияқты нәрсе. Тестілеуді үйрену үшін өте қатты қиын емес. Ол тестілеудің негізінен мен айтар едім, бастайтын болсаңыздар, бірінші тестілеуден бастаңыздар. Не үшін? Өйткені бұған өте көп материалдар бар қазір. Бірақ енді қазақ тілінде жоқ, орыс тілінде көп материалдар. Одан кейін тестілеуді бастаған адам, енді былай айтуға болады, мысалы, өмірде былай болады, мысалы,
кез келген нәрседе минус іздеп тұрасың. Мысалы бір нәрсенің мына жер қате, мына жер дұрыс емес деп көріп тұрасың, или бір андай қызығушылығы бар, мысалы машина, машина бар болса ішінде не бар екенін бүйтіп көргің келеді мысалы да. Сондай адамдар негізі қаттырақ жақын болады екен. Осыған да. И дүреке қойсай. Вот солай бұл тестке келгеннен кейін адам мысалы қолмен басып үйренеді, барлық тексеруші мысалы басып үйренеді. Одан кейін олар бұл жерде немен фронтпен де бэкпен де байланыс болады, тығыз байланыс болады жаңағы разработчиктермен. Соны қарау арқылы технологияларды, тілдерді бәрін түсіне біледі, жобаның бәрін түсіне біледі. Солай енді өзін ары қарай дамып кетуге болады да. Ол түбінде бір сол мекеме директорына дейін енді карьерный рост десек те болады. Сондай бар. Біздің компанияда осы нені қосу үшін, мысалы тестілеу үрдісін қосу үшін бір қызметкер оған жеке отыру керек пе, әлде оны разработчиктер оны алып кете ала ма? Ну, енді мысалы разработчиктер мысалы код жазып жатыр да, мысалы дедлайн деген болады мысалшы, асығып үлгере алмай жатыр, ол тестпен былай өздері жасайды ғой. Бөлек маман болғанның керектігі, что ана кімдер разработчиктер жасап біткеннен кейін бөлек маман болса, енді ол тек қана сонымен айналысады ғой. Уақыт жағынан бірінші жағынан, екінші жағынан енді разработчиктің басында не әртүрлі болады, әртүрлі идея болады, код анау шаршауы мүмкін мысалы. Ал егер тестировщик болса, отырып бәрін уже требование болады, требованияға сай ма, сай емес па, қарайды, көреді, бәрін жасайды. Солай. Енді бір тестировщиктен бастап енді солай ғой. Жай. Сұрақ болсын. Мысалы, сіздер айтып ғой, жаңағыдай проекттің ары қарай кеңеюі мүмкін ғой. Соған байланысты жаңағы код, соның ыңғайлы ма, соны тексеріп, сіздер қалай тексересіздер? Мысалы, толық жазған білу керек қой, мысалы. Жаңа бөлім болсам да, коды бірінен қателеспеу керек, сол жағы сіз айтқан. Мынандай жер бар жаңа. Кімнің кодты тексеру, код ревью деген, бұл оны кім разработчиктің өзі ғана жасайды оны, код ревью. Тимлид жасайды. Ну, енді тимлидтер тексереді да, оның бәрін ревью жасайды, оны қарайды. Ал біз мысалы ол код дұрыс болмаса, ол жұмыс жасамай тұр ғой. Тексеруші кірді, басты, оны кнопкаларды басты, тексерді, ол істемей тұр. Значит, код қате деген сөз. Онымен кім айналысады? Айналып келіп разработчик айналысады. Бүкіл қатені жөндейтін разработчик, тестілеушінің мақсаты, міндеті соны тауып беру ғой. Сосын тағы бір сұрақ. Мысалы, сіздер жаңа жұмыс істегенін қарайсыздар, сосын ол жерде жаңа безопасностьта да қарап өте ме деген сұрақ. Безопасность қарап өтіледі, оған бөлек маман керек уже. Оны тестілеуші былай қатты қарай алмайды, өйткені безопасность әртүрлі жердің требованиясы әртүрлі болады. Тағы сұрақ бар. Төрт бағытты бір тестілеуші маман жасай ала ма? Әлде ол жаңа бөлінемін біз сияқты? Жасай алмайды. Ол өте ұзақ и өте қиын болып кетеді. Енді күніне 24 сағат жұмыс істесе мүмкін шығар, бірақ оңай емес. Жаңа сұрағымыз. Мысалы, тестировщик болу үшін сіз айтты жаңа Java'ны білу керек, мысалы, вообще неден бастайды, қалай? Java'ны білу керек болғанда, мен автотестермін да, мен автоматтандырылған тест жазамын. Маған автоматтандырылған тест жазу үшін Java білу керек. Java білгенде бұл жерде Java'ның жалпы бағдарламалаудың бастамасы, базовый болады. Одан кейін ООП. Жаңа кімнің колесадан бір не айтайын сіздерге? Қазір жаңа шынай айтып өтті, PHP-дің ООП-сын. Колесада, мысалы, қандай бар? Market KZ бар, колеса KZ бар, крыша KZ бар, соның бәрін бэкі PHP-де мысалы. Бэк полный, жаңа ООП-сымен PHP-де, бірақ енді ол жерде микросервистерді қолданады да. И фронт JS-те, содан кейін жылдам өсейді. Жаңа сол Java-дағы автотест жазған кезде уже готовый шаблондар бар ма, қолданады? Автотест жазған кезде Selenium деген жаңа библиотеканы айтып өттім, Selenium деген жаңағы браузерге полный манипуляция жасауға көмектеседі. Одан кейін фреймворктар көп бастау үшін. Сіз көбінесе веб қосымшаларға жасайсыз, біз веб-сайттарға. Енді мобильныйға бөлек iOS-қа да жазуға болады, Android-қа да жазуға болады, автотесттерді. Оларға бөлек инструменттер бар. Appium деген сондай сияқты. Сайтқа мысалы нагрузочный тестирование жасауға бола ма? Сайтқа? Болады, нагрузочный тестирование. Жаңа айтып өттім ғой жаңа бағдарламаған. Ау? Жоқ, Selenium емес ол. Мысалы, егер мен код жазбаймын, просто тест жасауға болады ғой. Автомат тест жасауға болады просто. Жаңа браузерді тексереді дедіңіз ғой сіздер? Оған сіз мысалы Java-дан код жазасыз ғой? Ал код жазбай-ақ просто сондай программалар бар ма, өзің тест жасап беретін?
Onu да білмедім, оны біз ондаймен айналыспаймыз деген. Өлімнің баяғысында Андай бір PHP скрипттер бар ғой. Платный да бірақ. Ну, енді кликер дейді ғой, кликать етіп отырады, сам немен популярность көбейтеді, типа лайк басып береді деген сияқты. Сол сияқты нәрселер сол кішкентай скрипттер түрінде бар. Былай программалап білмедім. Үлкен рахмет.